Отбасы барлығымыздың жүрегіміздегі ең жақын сөз. Ол махаббат пен тыныштықтың, мейірім мен жарасымның, қуаныш пен мерекенің мекені. Ал ендеше кеттік. Бақытты отбасы дегенде көпшіліктің ойына қайратты, мейірімді ана, жадыраған балалар елесі. Ол біздің жанұямыз. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы Алға ауданы Бестамақ ауылында тұрамыз. Ауыл арасында мерейлі отбасылардың біріміз. Жанұямызда жиырмадан атам, әжем, әкем, анам, әпкелерім мен ағам. Мерейлім, бүгін сенің туылған күнің, денсаулығың мықты болсын, оқуда ұзақ бол жаным. Саған отбасымыздың атынан сыйлық шашпау қазақтың. Сөздерімді тыңдашы. Менің туған қызымның туған күні құтты болсын, өмірі ұзақ, оқуда ұзақ болсын. Мен Мерейлім туған күніне ақ батамды жасайын деп отырмын, саған сыйлап. Осы батамен өсіп өне бергейсің, алғалы жай болсын, көзені қолдап жебе көрсін. Бата берем кәдеки, қос қолы күз айында, батам қойып сендерге саудай самсап байыңдар. Осы берген батадан теңіздей бақталыңдар, незіме дәулет шашылып теңізбен керіп алыңдар. Думандатып кейіп-кейіп құдалық қызыққа батыңдар, қызылатып келініп бірақатты оқталыңдар. Өмере сүйіп ұлғылдан шөбіре тәтті барыңдар, денсаулықтың ұстап тұтқасын сөнбейтін шыра жағыңдар. Бақыт бол. Сені алдамаймын, 100 мың жылдық әлемнің жүрегі тоқтамайды. Қара көздеріме қара, бір дем алып тыңдашы, сенің алма ағашың ешқашан қартаймайды. Менің атым Жеңіс, мен осы балалардың әкесімін. Балаларым бұл менің байлығым, Алланың берген сыйы. Мен осы балалардың арқасында мектептің алғыс-хатына да ие болдық. Ата-әжесінің де осы балаларға тәрбиесіне өзінің үлесін қосып отыр. Әрине осындай алғыс-хат алуымызға лайықты жандармыз деп ойлаймыз. Осы балдарымыздың Гүлбану үлкені Ақтөбе мемлекеттік Жұбан университетін үздік аяқтады. Нұрбол ұлымыз Алматы мемлекеттік университетін темір жол саласының үздік аяқтады. Аружан қызымыз Жұбанов университетінің грант иегері, өз білімін Турция мемлекетінде де шыңдап келді. Назерке қызымыз Бестамақ орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы, оның да жетістіктері мол. Нурила қызымыз 5-шы В класс оқушысы, ол балабақша табалдырығынан бастап жетістіктері мол. Қазіргі таңда мектептің үлгілі оқушысы қатарында. Осы балдарымызды қашанда мақтан тұтамыз, барлық ата-анаға да бала байлығын тілейміз. Осылайша барлығымыздың көкейімізде қат-қабат мән арқалаған бір ауыз сөздің астарында не жатыр? Онымен біздің байланысымыз қандай? Отбасының негізгі ерекшелігі қайсы деген сансыз сұрақтар туындайды. Себебі ол біздің өткеніміз, бүгініміз, әрі болашағымыз. Отбасы құндылықтарын дәріптеу мақсатында сынып жетекшіміз Эльвира Апатовна үшті қоғамдастық, ата-ана, отбасы, мектеп тақырыбында да түрлі іс-шаралар ұйымдастырып жүр. Отбасы мен мектептің өзара ынтымақтастығын нығайту өте маңызды. Бұл тұста үштік одақ, ата-ана, отбасы және мектеп жұмысындағы өзара сабақтастық және ынтымақтастық өз үйлесімін табуы тиіс.